Баршаңызға қайырлы күн. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен парацетамол дәрісі туралы айтатын боламын. Каналыма жазылып, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Барлық үйде кездесетін ең танымал және қолжетімді қабынуға қарсы антипиретикалық және ауырсынуды басатын дәрілердің бірі парацетамол. Дегенмен, сіз бұл препаратты бақылаусыз қолдану өте қауіпті және өлімге әкелуі мүмкін. Парацетамолды дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы маңызды дәрі-дәрмек тізіміне енгізді. Парацетамол кең таралған ауырсынуды басатын дәрі және әртүрлі себептердің жеңіл және орташа ауырсынуларда қолданылады. Қызуды төмендететін препараттар. Олардың әртүрлі дәрілік формалары бар. Таблетка, капсула, сироп түрі. Парацетамолды қалай қабылдауға болады? Препараттың дозасын және емдеу курсын дәрігер анықтайды. Мұның бәрі науқастың жеке ерекшелігіне, созылмалы аурулардың болуына, ауырсыну синдромдарының қарқындылығына қарсы көрсетілімдерге байланысты дәрігерлермен кеңесіп отыруыңыз қажет. Ауырсыну жағдайына байланысты парацетамолды тәулігіне 3-4 рет бір реттік дозада қабылдауға болады. Ересектер үшін максималды доза ең көп дегенде 8 таблетка 500 мг-нан. Бұл 4000 мг парацетамолға сәйкес келеді. Балалар дозасы жасына немесе дене салмағына байланысты. Әдетте дене салмағының әр килограммына 10-15 мг бір доза ретінде, жоқ дегенде 50 мг-ға дейін қолдануға болады. Дене қызуы көтерілген кезде препаратты қабылдау арасындағы аралық кем дегенде 4 сағатты құрайды. Сондықтан да парацетамолды 4 сағат өтпейінше қайтадан қабылдауға болмайды. Парацетамолмен өзара әрекеттесу. Алкогольді ішімдік ішкенде немесе бауырға зиянды заттарды бір уақытта қолданған жағдайда, мысалы кейбір ұйықтататын дәрілер, эпилепсияға қарсы препараттар, аспирин таблеткалармен және де құрамы бір парацетамол, бірақ атаулары әртүрлі. Мысалға айта кететін болсақ, парацетамол панадолда, эфиралган свечи, антигриппинде, терафлю, фервекс, колдрекс, цевекон, тағы да басқа көптеген құрамында парацетамолы бар препараттарды қабылдамаймыз. Бұл дәрілерді байқаусыздан бір мезгілде қабылдайтын болсаңыздар, артық дозаланып, бауырдың зақымдануына және де өлімге алып келуіне себепші болады. Сондықтан да балаға берерде және өздеріңіз ішерде әрбір препараттың анықтамасымен танысып, дәрігермен кеңесіп қабылдаңыздар. Парацетамолмен уланған кезде негізгі белгілері әлсіздік, жүрек айнуы, құсу, ұйқышылдық, құлақтың шуылы, сарғаю жатады. Бұл кезде жедел жәрдем шақырып, ауруханаға жатқызуды қажет етеді. Парацетамол дәрісімен уланудың алдын алуы. Бұл кезде өзін-өзі емдеуден бас тарту және де қабынуға қарсы препараттарды қабылдауды қажет ететін аурулар кезінде медициналық көмекке жүгінуіміз қажет. Үйде дәрі-дәрмектер зауыттық қаптамалардың ішінде, балалардың қолы жетпейтін жерде сақталады. Медициналық қателіктердің мүмкіндігін ескере отырып, дәрі-дәрмектердің тағайындалған дозаларын ресми аннотацияда көрсетілген ең жоғарғы рұқсат етілген мөлшермен салыстыру ұсынылады. Сондықтан да берілген дозадан аспаңыз. Парацетамолдың артық дозалануы бауыр жеткіліксіздігінің себебі болуы мүмкін. Және де бақылаусыз қолдану өте қауіпті, тіпті өлімге әкеледі. Бүгінгі пайдалы ақпаратым сіздерге ұнады деген сенімдемін. Маған лайк басып, каналыма жазылыңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарияға жазыңыздар. Міндетті түрде жауап беремін. Көріп тыңдағандарыңызға рахмет.